Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай дәмді болып шығатын, қамыры толықтай пісетін пицца дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, видеоны көрмес бұрын тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде жаңа видеолар шыққанда сізге хабарлама баратын болады. Жылы суға тұз, құмшекер салып араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз, дрожжи араластырып аламыз. Үстінен тұз бен құмшекер араласқан суымызды құйып, қамыр илейміз. Зәйтүн майын құямыз, қамыр илейміз. Қамыр қатылау болып шығады, одан қорқпаңыздар, сондай болып шығу керек. Қамыр жақсылап илейміз. 3-5 минут арасында илейтін боламыз. Міне осы видеодағыдай қатты илеңіздер. Жылы жерге бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды илеп, 1-2 бөлікке бөліп аламыз. Бұл қамыр 2 пиццаға арналған, 33-30 диаметрлі пиццаға келеді. Қамырымызды ыдысымызға салып, үстінен оливки масла құямыз. Астын үстіне барлығына жағып шығамыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ендігі кезек соуста майонез саламыз, кетчуп, орегано деген приправа пиццаның дәмін ерекше дәмді келтіреді. Сосын қарабұрыш, қалауларыңыз бойынша чеснок, паприка салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Осы тез әрі дәмді болып шығатын соустың бір түрі. Қызанақпен де жасасаңыздар болады. Қамырымызды жайып аламыз. Ешқандай ұнсыз жаюға болады, жабыспайды. Қолыңызбен формасын дұрыстасаңыздар да болады. Пергаментке салып аламыз. Қатты қалың болмауы қажет. Қамырдың қалыңдығы. Үстінен соусымызды жағып шығамыз. Сырымызды саламыз. Сырыңыздың дәмі жақсы болса,
Пиццаңыздың дәмі өте дәмді болып шығады. Сыр таңдаған кезде прям сыр деп жазылып тұру керек этикеткасында. Үстінен колбаса. Бұл жерде копченый колбаса. Өз қалауларыңыз бойынша бетіндегі начинкасы да. Мен колбаса и помидор салдым. Сырымызды бетінен сеуіп шығамыз. 250 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 7-8 минут салып аламыз. 10 минуттан артық ұстамаңыздар. Міне осындай дәмді, ерекше, әдемі пицца дайын болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Моля.